денсаулықпен күресіп, каждый раз таразға қараған сайын настроениең түсіп, стресске түсуден шаршаған шығарсың. Оның кесірі еще сенің еріншек болуыңа, айналаңмен спокойно отношение құра алмауыңа, өз денсаулығыңа кәдімгі аманат деп емес, урна сияқты, мусор сияқты қарауың алып келіп жатыр. Еще басқамен өзің салыстырасында мияулап жатып жылап қаласың, депрессия болып. И дальше плюс ақша таба алмайсың да, қойшы солардың бәрін жол болып кетеді, ой олар бай ғой деп өзің шарасыз күйде қалып кетуіңе алып келіп жатыр. Сырт келбет вообще маңызды емес деп ақыл сынатын адамдардың біреудің көзі қисық, мұрны пұшық деп алып, неше түрлі баға беріп өсектейтінін көргенбіз. Бірақ бұрын мен мекемелерде жұмыс істеген кезінде арық, фигурно, өзіне қарап қалған қыздар болатын. Бірақ олар вообще жұмыс істей алмайтын, тым қабілеті жоқ, даже үйренуді де білмейтін еді да. Но почему-то олардың машинасы болатын, күйеулері, жігіттері, ақша, подарка, неше түрлі сыйлықтар беретін. Еще бастықтар оларды жеке танымаса да, всегда бонустар қосып беретін. Оказывается, сыртқы келбет бәрібір де роль ойнайды екен да, мен осыны түсіндім. Олар өздерін сыйлағандықтан, өздерін ухаживать еткендіктен, дәл сондай отношение айналасынан да оларға қайтады екен. Біреумен жарыс или озып кет деп айтпаймын, бірақ өзіңнің ең лучшая версияң болуға тек сылтаулар ұстап тұратын сияқты. Қазір шешілмейтін негізі проблема жоқ, тек соны дұрыс шеше алмай, дұрыс жолын таба алмай, қиналатын, шашырап кететін адамдар бар. Сол үшін энергияңды, фокусыңды бір осы арықтауға, дұрыс өмір сүруге бұратын болсаң, сенде міндетті түрде өзгеріс болады. И просто так өзгеріс емес, өзіңе риза болатын, рахмет айтатын, бұйырса керемет өзгеріс болатынына мен сенімдімін. Ол үшін кішкентай қадамдардан бастау керек. Мысалы, қазір осы стористі көріп отырып, просто так листать етіп жүрсең, немесе бөліспесең, сабаққа тіркелмесең, сенің қимылсыз екеніңді көрсетеді. И ешқандай нәтиже болмайды. Бұйырса, біздің тегін бір күндік тікелей эфирде болатын вебинар сабағымызда осындай арықтауға байланысты қызық құпиялар мен денсаулыққа байланысты ең самый важный фишкаларды тек тіркелген ханымдарға дайындап қойдық. Мына сілтемеге өту арқылы өзіңіздің алғашқы кішкентай қадамыңызды бастаңыз. Болашақтан біреу келіп сені құтқарып кетеді екен, көмектеседі деп күтпей, жаңа өзіңізді қалыптасуыңызға шанс беріңіз. Осы мүмкіндікті пайдаланып өзіңізге көмектесіңіз. Қайырлы кеш, біз бүгін Гүлі тәте көптен бері сағынып жүрген Гүлі тәтемізге келдік. Сағынып, біз осындай күшті ужинға шақырды. Қазір өздері жұмыс жасап жатыр, аягөз үшеуміз отырып күшті тамақтанып жатырмыз. Уйгурская кухня, Қорған, Қорған осындай ресторанда, ішінде еще банкетный залдары да бар. Өткенде Рамазан айында вообще прям босамады, ауызашарлар болды, 250 адамға дейін, үлкен жоғарыда жар бар. Іші деп басқаша күшті тамақтар өте дәмді. Алдында біз келгенбіз, Арукамен телевизияда Гүл тәте күшті күтіп алған. Келіп осы жақтан Алматы қаласына болсаңыздар, тамақтанып кетсеңіздер болады. Всем привет, достар, қалайсыздар, не істеп жатсыздар? Шүкір, менде барлығы жақсы. Бүгін Алматы кәдімгідей жаңбырлы болып тұр. Таксиден жаққа жетем дегенше суық болған соң. Енді алдыңғы стористе көбісі жазып жатыр екен. Оказывается, комплекспен қыздар өте көп екен. И көбісі жазуда, сізде вообще комплекс жоқ қой, сізге қызған дегендей. Бір нәрсе деңіздер, комплекс менде де бар. Оны бірақ мен ішім білет. Біраз байқаған жандар болса да, негізі білесіздер деп ойлаймын. Енді көбімізде тістен проблема ғой. Енді менде де проблема бар. Менде бір тісім жоқ. Енді тісі жоқ жандар өте көп деп ойлаймын. Негізі сыртты жөндей бергенше, ішті жөндегенде өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені тіс адамның көркін ашады. Зато тістеріңізді салдырмасаңыздар, смело күлесіздер да. Қазір мен сияқты бір қысылып, аяқпен күліп отпайсыздар. Сондықтан енді мен таңдауым осы Арландметке түсіп отыр. Еще қазір керемет акция болып жатыр екен. Тісті 150 мыңға салатын бұрында, ал қазір апрельдің соңына дейін небәрі 90 мың теңгеге салдыртып үлгеріп қалыңыздар. Уди, осы погодаға, салқын погодаға өте мощный екен. Топ екен. И вот, сәтті күн болсын барлықтарыңызға. Вот так. Уже чисто. Все? Қолға алып өзгертетін уақыт
келді. Я, мен саған айтып тұрмын, тыңдашы. Дәл қазіргі таңда мүмкін семіз шығарсың. Айналаңның барлығы сені мазақ ететін шығар. Кейбір сәттерде өзіңді бір жеп көріп кететін, көргің келмейтін сәттерде болатын шығар. Тыңдашы мені. Сен де әдемі фигурная қыз бола аласың. Қалап жүрген көйлегің бар ғой, алғың кеп жүрген. Ол көйлекті де кие аласың. Аягөз, осы уақытқа дейін қанша әрекет жасадым, арықтағым келді, бірақ қолынан келмеді деп ойлап тұрсың ба? Дәл осы жолы бір-ақ қадам жасашы. Дәл осы жолы сен міндетті түрде өзің қалаған фигураға қол жеткізе аласың. Ол қалай дейсің ба? Онда мені тыңда. Сенің әдемілігің үшін, қайта күліп, бақытты болуың үшін қалай тез әрі зиянсыз арықтау жолдарын мен саған дайындап қойдым. Сен маған уәде берші жаным, дәл бүгінгі күннен бастап арықтауды қолға аламын деп. Білесің ба, мен сенің фигураңды 90-60-90 етіп өзің танымастай өзгертуге көмектесетін боламын. Мен саған дәл қазір 10 қадам жасап тұрмын ғой. Сен өзіңді өзгерту үшін бір-ақ қадам жасашы, сол да жетеді. Ол қандай қадам десең, 7 сәуір күні 21:00-де болатын біздің Зарина екеуміздің сіздер үшін дайындаған жабық эфирімізді дәл осы уақытқа дейін арыла алмай жүрген артық салмағыңыздан қалай арылу керектігін барлығын түсіндіретін боламыз. Сонымен қатар Зарина екеуміздің артымыздан жабық прямой эфирге қатысқан жандардың арасында Турцияға 2 адамға жолдама және де басқа да қымбат сыйлықтар ойнатылатын болады. Өзіңізді Ассалаумағалейкум барша инста достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Достар, естеріңізде ме? Мен негізі кеше бір 20 мың теңге ақша ойнатуым керек еді ғой. Ол былай болып кетті достар. Короче, кейбір адамдар бас жағында бір адам где-то 800-900 рет плюс басқан. Достар, өтініш сіздерден. Қазір қайтадан бір новый фотомыз саламыз, ағамыз екеуміздің. Соны инстаграм парақшасын сол жерге не істеймін, жазып кетем. Сол адамға тіркеліп, жаңа фотоға кіріп, релсқа кіріп, жаңа екеуміз тұрған соңғы суретке плюс тек бір-ақ рет басыңыздар, өтінем. Просто анда ойнатуға деген келмейді. Өйткені деген бір адам 500, бір адам 1000, бір адам даже 1000 рет басып тастаған ба, андай плюсты қаптатып тастағанда, өтініш бір тіркелдің ба, ана суретке